Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Өткен сабақта сіздерге Асқар Алтайдың білу, түсіну, талдау тапсырма жауаптарын ұсынған болатынмын. Бүгін прописка әңгімесінің жинақтау, қолдану, баға беру тапсырма жауаптары. Жинақтау. Бірінші, шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтаңдар. Екінші, әңгіме кейіпкерлеріне тән қасиеттерді топтастыру сызбасы арқылы көрсетіңдер. Шығарманың тақырыбы 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы үшін қудаланған жас жігіттің басындағы қиындығы. Идеясы кеңес үкіметінің сол кездегі озбыр әрекетін сынға алу. Әңгіме кейіпкерлеріне тән қасиеттер: Архат адал жігіт, патриот, елін сүйеді, қайсар; Николай бригадир қатыгез, жауыз, қара ниет, кекшіл. Қолдану тапсырмасы. Әңгіме мазмұнына сүйене отырып, үш түрлі күнделік кестесін толтырыңдар. Мәтіннен ерекше әсер еткен тұсы немесе ой салған дәйек сөз қандай ой тудырды, осыған байланысты қандай сұрақ туды. Мұғалімге хат сұрақтар. Әңгімеде кездесетін географиялық атауларға түсінік беріңдер. Әңгіме мазмұны бойынша төмендегі тапсырмаларды ретімен орындап шығыңдар. Мәтінді негізгі мазмұндық бөліктерге бөліп атау беріңдер. Мәтін бөліктерінің негізгі ойын білдіретін сөйлемдерді табыңдар. Мәтіндегі кейіпкерлерді атаңдар. Мәтіннен кейіпкерлер бейнесін, мінезін ашатын сөйлемдерді анықтаңдар. Кейіпкерлердің сыртқы түрі мен мінезін суреттеңдер. Оқиға орнын, уақытын атаңдар. Кейіпкерлердің іс-әрекет туралы айтып беріңдер. Орын алған оқиғаға, кейіпкерлерге байланысты пікірлерін білдіріңдер. Берілген үзінді туралы өз ойларын ортаға салыңдар. Мәтінді аяқтаудың нұсқасын ұсыныңдар. Қолдану жауаптары. Мәтіннен ерекше әсер еткен тұсы: Сіздің олай деуге хақыңыз жоқ, мен совет азаматымын. Қандай ой тудырды? Архат осы сөз арқылы нағыз қайтпас қайсар жігіт екенін аңғарамыз. Мұғалімге хат сұрақ: Архат басқа қандай әрекетке баруы мүмкін еді? Алтай тау жүйесі Азия құрлығының орта тұсындағы таулы өлке. Алматы 1921 жылға дейін Верный, орта ғасырларда Алматы Қазақстанның ең үлкен қаласы. Әңгіме бөліктері: Өскеменнен шыққан автобус, ойға шомған Архат, автобустың құлауы, үш жолаушы жігіттің кетуі, подполковникпен кездесу. Өскеменнен түсте шыққан автобус Ұлан арқылы Самараға тікелей асып, ертіс түсіп, көршімнен бірақ шығуға бел байлаған. Архат ойға батты. Кенет сары автобус бір жағына қарай лықси беріп, бір жамбасына қарай ошарыла құлады. Бірақ ана үшеуі ештеңені елемей іле-шала шығып кетті. Жолдас подполковник ауыл совет көлеңкесінен қорқып отыр. Мәтін кейіпкерлері: Архат балалы келіншек, автобус жүргізуші Қақатай, подполковник Николай бригадир тағы басқа. Кейіпкерлердің сыртқы түрі мен мінезі: жолаушылар арасында нәрестесін құшақтаған келіншек сәбиін уатумен әлек. Сұр малақайын көк желкесіне ысырып, автобустың қабырғасына шалқайып отыр. Үш жігіт малақайларының құлағын түсіріп, мойын орамалдарын тартып кетуге ыңғайланды. Мәтінді аяқтаудың нұсқасы: Арада біраз жыл өтіп, бұл күнде желтоқсаншылардың іс-әрекеттері түгелдей аяқталған болатын. Архат қалада әскери қызметте. Ол өзінің желтоқсаншы екенін бүгінде мақтанышпен айта алады. Отбасылы, үйленген, балалы, шағалы. Төртінші, дербес пікір жазу тәсілін қолданып, әңгіме мазмұны бойынша тапсырмаларды орындаңдар. Өзіндік ой-пікірді бір сөйлеммен білдіріңдер. Екі сөйлемнен тұратын дәлел келтіріңдер. Өз пікірлеріңді айғақтайтын мысалды екі сөйлеммен көрсетіңдер. Өз пікірлеріңе қарсы бір сөйлемнен тұратын дәлел келтіріңдер. Бір сөйлеммен қарсы дәлелді жоққа шығаратын мысал келтіріңдер. Екі сөйлемнен тұратын қорытынды шығарыңдар. Желтоқсан құрбандары туралы біліп келіңдер. Дербес пікір: Архат өз елінің болашағы үшін күрескен нағыз патриот азамат. Ол желтоқсан оқиғасына қатысты. Алаңға шығып көтерілісшілермен бірге болды. Архат қазақ елін орыстың басқарғанына қарсы болды. Ол пропискаға тұра алмаған кезде желтоқсаншы емеспін деді. Ол мұны ешқандай дәлел болмағандықтан айтты. Әрбір қазақ азаматы Архаттай патриот болуы керек. Ел тұтқасын қазақ ұлтынан шыққан азамат қолға алуы керек. Баға беру тапсырмалары. Әңгімеде көктем келсе де Алтайда басылмай тұрған боран суреттелген. Ол нені білдіреді деп ойлайсыңдар? Ойлаудың алты қалпағы әдісі арқылы 6 топқа бөлініп, өз көзқарастарыңды білдіріңдер. Ақ қалпақ проблемаға қатысты деректер талассыз келтіреді. Сары қалпақ үзіндінің жағымды тұстарын айтады. Қара қалпақ шығарманың жағымсыз тұстарын айтады. Көк қалпақ талдау жасайды. Топтар не үшін, неге байланысты деген сұрақтарға жауап іздейді. Жасыл қалпақ шығармаға қатысты тың идеялар мен болжамдар айтады. Қызыл қалпақ топ оқиғаны оқу барысында бастан кешірген сезімдерін тұжырымдайды.
Баға беру жауаптары. Көктем келсе де Алтайдың басылмай тұрған бораны солтүстіктің ауа райының салқын болып келетінін аңғартады. Аққалпақ: сол бір желтоқсанның бұрқағы болмағанда құда да тыныш, құдағи да тыныш. Тексеріңіздер деп Мемлекеттік қауіпсіздік комитеті мен ішкі істер орнына донош жазбағанда құйрығына қылжуыр байланбаған болар еді. Сары қалпақ: аға жеңгесі, бірақ сыртқа теппес. Бауыры ғой, басына іс түсіп келеді ғой. Қисайған көлік қалпына келісімен бәрі де қуанып қалды. Қара қалпақ: аздан соң автобус тоқтауға айналды. Бағанадан бері сыр білдірмей отырған жұрт сол жақтағылардың үстіне ауды. Жұрт моторды уайымдап, енді қайттық, қатып қалмасақ игі еді десті. Көк қалпақ: Архат желтоқсаншы болғандықтан пропискаға тұра алмады. Жасыл қалпақ: Архат желтоқсаншы болғанына еш дәлел болмағандықтан сотқа арыз беріп өзін ақтап болар еді. Қызыл қалпақ: Архат әскерден қайтқан соң пропискаға тұра алмағандықтан өзін жаман сезінеді.